Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Келін мен ененің соғысы. Әр үйдің өз шындығы бар. Біреулердің үйінен күлкі кетпейді, ал кей үйде үнсіздікте соғыс. Бұл оқиға Алматының шет жағында тұратын бір отбасында басталды. Айдана 24 жастағы келін, университет бітіріп жұмыс істеп жүрген, арманы көп, ашық мінезді қыз. Ал оның енесі Сәуле апай, зейнетке жаңа шыққан, өмір бойы мұғалім болған, тәртіп пен дәстүрдің адамы. Басында бәрі жақсы еді, той өтті, келін түсті, екі жақ риза болды. Бірақ үйге кірген сәттен бастап Айдана бір нәрсені түсінді. Бұл үйде бәрінің өз тәртібі бар. Бір күні таңертең ене ас үйде: келін, шайды ерте қойсам болмай ма? Кісі ерте тұрған жақсы, деді. Айдана күлімсіреп: кешіріңіз, түнде баламен біраз тұрдық, енді тұрып жатыр едім. Әй, біз де бала өсірдік қой, бірақ үйдің тірлігі балаға қарамайды, деді енесі салқын дауыспен. Айдана үндемеді, бірақ іштей ренжіді. Ол өзінің кінәлі емес екенін білетін. Содан бастап олардың арасындағы ұсақ-түйек айырмашылықтар күн сайын көбейе берді. Ас қалай дайындалу керек, баланы қалай киіндіру керек, күйеуге қалай сөйлеу керек деген сияқты. Ене бәрін жақсы ниетпен айтатын, бірақ келінге бәрі сын сияқты естілетін. Айдана болса өз ойын ашық айтуға ұялатын. Солай екі әйел бір үйдің ішінде өмір сүріп жатты. Бірі үнсіз жылап, бірі іштей ренжіп. Күн сайынғы ұсақ-түйек даулар екеуінің жүрегін шаршататын. Бір күні Сәуле апай шай үстінде айтты: келін, бұрынғы келіндер таңмен тұрып үйді жинап, тамақ істеп, шайын демдеп қоятын еді. Айдана күлді де сабырмен жауап берді: апай, қазір заман өзгерді ғой, біз де жұмыс істейміз, интернет бар, бәрін жеңілдетуге болады. Сәуле апай бір сәт үнсіз қалды, бірақ іштей бұл қыз бәрін білетін шығар деп ойлайды, деді. Ал Айдана өз ойында: неге бәрін мен ғана істеуім керек? Бұл менің де үйім емес пе, деп ренжіді. Екеуі де өз шындығын қорғайтын, бірақ ешкім тыңдамайтын. Міне осылайша келін мен ененің соғысы басталып кетті. Соғыс айғаймен емес, үнсіздікпен жүрді. Таңертең сәлемдеспей өту, кешке ас үстінде көзге қарамай, кейде ыдыс қаттырақ соғылып кету, тіпті бала да бұл салқындықта сезетін. Бір күні Айдана жұмыстан шаршап келді. Үйде жарық сөнген, тек баланың бөлмесінен ғана әлсіз жарық көрінуде. Барып қараса, енесі ұйықтап отырған балаға ертегі оқып отырса керек. Кішкентай дауыспен айтып жатыр: жақсылық жасаған адам ешқашан ұтылмайды, тек уақыт керек. Айдана сол сәтте тоқтап қалды. Осы кісіні неге мен түсінгім келмеді, деп ойлады. Ол да шаршаған, ол да өмір көрген адам. Келесі күні енесі таңертең тұрып шай үстіне күлімдеп: кеше балаға ертегі айтып отыр едім, сен де шаршап келдің бе, деді. Айдана басын изеді. Я, әже, деді. Кейде бәріне үлгеру қиын екен. Сол сәтте Сәуле апай бірінші рет келінге мейіріммен қарады. Мен де жас келін болғанмын, білесің бе? Енем қатал еді, менің де көңілім қалатын, бірақ кейін түсіндім. Ең қиыны өз балаңның келінінен боссың дегенді іштей сезіну. Айдана үнсіз қалды. Бұл сөз барын ашып бергендей еді. Сол күннен бастап бәрі өзгерді. Айдана енді енесіне ренжімейтін болды. Тіпті жұмыстан келген соң шайды өз еркімен ерте дайындайтын, ал енесі болса келінін сынамай мақтап отыратын. Бір күні Сәуле апай көршісіне айтты: келінім жақсы қыз, тек біз асығыс баға беріп қоямыз ғой. Көршісі күліп: я, келіннің сабыры ененің мейірімімен өлшенеді, дейді ғой. Ал Айдана жұмыстағы әріптесіне айтты: енем қатал сияқты еді, бірақ мен оны тыңдамаған екенмін, ол да менің бақытымды ойлапты, тек өз тілінде. Осылай бір үйдің екі әйелі енді соғыспай сөйлесе бастады. Кейде келін енесінің жастық шағын тыңдайды, кейде ене келіннің армандарын қызыға сұрайды. Бір күні Сәуле апай ауыр сырқатпен ауруханаға түседі. Айдана күнде жанына барып күтеді. Сәуле апай бір күні күлімдеп: сен енді менің қызымдай болып кеттің ғой, деді. Айдана көз жасын тыя алмай: я, мен сізді анамдай көрем, кешіріңіз, кейде мен де тым мақтаншақ болған шығармын. Сәуле апай оның қолынан ұстап:
балам, өмірде бәрі өтеді, бірақ адамдардың арасындағы жылулық ең қымбат дүние. Сол күні Айдана түсінді. Бұл өмірде ең үлкен жеңіс адамды түсіну. Бірнеше ай өткеннен соң Айдана өз күнделігіне жазды. Келін мен ененің соғысы ешқашан жеңіспен бітпейді. Себебі екеуі де жеңілсе отбасы ұтылады. Нағыз жеңіс бір-бірін түсіну. Көрші келіндер кейде сұрайды: сіздер неге енелеріңізбен жақсысыздар? Айдана күледі: біз соғыстық, бірақ мейірім жеңді. Осылайша келін мен ене бұл екі жау емес, бұл өмірдің екі айнасы. Бірі өткеннің даналығы, бірі болашақтың үміті. Егер олар бір-біріне түсіністікпен қараса, үйдің шаңырағы ешқашан шайқалмайды. Осымен достар, әңгімеміз аяқталды. Әңгіме сіздерге ұнады деген үміттемін. Каналға жазылып, лайк басып, өзіңіздің осы тақырыпта пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Шынымен де келін мен ене ортақ тіл табыса алады ма? Өз пікіріңізді білдіріңіз. Келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.